16 ақпан дүйсенбі және 17 ақпан сейсенбі бұл 2 күнде де біздің айымыз ауа белгісінде тұратын болады. Адамдармен бір сөйлесу, әңгімелесу, кездесу, өмірімізге бір жаңалықты енгізу осыны алып келеді. Оның үстіне Уранның аспектісі бар осы 2 күнде. Және бүкіл аптада осы тұрады. Бұл не дейді? Өміріңе бір жаңалықты алып кел дейді. Немесе бір түс аян, немесе белгілер көресіздер. Немесе бір табан астынан жаңалық келеді, звонок келеді. Немесе ой, түйін, инсайт, өзіңіздің ойыңызда кенеттен. Былайша айтқанда, өмірдің бір көп вариантты, бір көп бұтақты, соның бір бұтақтан екінші бұтаққа қарай тез ауысатын, тез өмірімізге бір жаңалықты енгізуге болатын қазір біз уақыттамыз. Неге? Себебі күн мен ай тұтылулардың біз қазір нақты нүктесіндеміз осы. 17 февраль мен 3 март аралығында. Тіпті алдын ала бізге әсер етуде. Себебі бұл 3 ай аралығында әсер етеді. Алдын ала және кейін. Күн мен ай тұтылу дегеніміз өте маңызды. Және осы апта соның нақты нүктесі осы апта соған кіреді. 16 мен 22 ақпан аралығы. 16-сында, 17-сінде тіпті бүкіл аптада осы Уранның аспектісі бар. Уран ол жақсы жағынан да, нашар жағынан да болуы мүмкін. Әйтеуір өміріңе бір табан астына бір жаңалықтың енуі, немесе звоноктың келуі, тосынсый болуы, немесе бір травмалар алып қалу кейбір адамдарда. Егер астрологиялық карталарыңызда бір жағымсыздау аспекті көп болатын болса. Ал кейбір адамдарда бірдене бір адамның өміріне бір өзгерісті бір енгізу, соған бір күш пайда болады. Бір жерде аяқтау, кесу, нүкте қою, жұмыстан шығу, немесе бір көзіміз ашылу, немесе оған көнбеу, енді бір революционер секілді. Себебі Уранның 2 аспектісі бар. Тұрып қалған су секілді өмірімізге бір жаңалықты енгізу аспектісі. Және бұл бір күнде болмайды, бірақ осы 17 февраль мен 3 март аралығы соның бізге өмірімізге жаңалықты енгізуге тез бір іс-әрекеттер келетін уақыт. Біз еш нәрсені өзгерте алмаймыз. Бұл уақытта бір көп қимылдар жасаудың қажеті жоқ. Себебі өмір, кеңістік, Құдай, космос дейміз бе, барлығы өзі реттейді. Және қазір көп деген ғаламшарлар балық белгісіне өтуде біртіндеп. Бұл бізден нені талап етеді? Оның үстіне тура күн мен ай тұтылу кезеңі ғой. Осы 16-сында, 17-сінде, тіпті 15-і, 14-і, бүкілі осы ақпан айының соңына дейін аралықта, нақты осы 17-сі, 16-сы, 18-інде біз мына Венера ғаламшары болашақтың ғаламшарымен бірігіп тұрады. Бұл не дейді? Жаныма бір жақын адамдар дейді. Сіздің жаныңызға кім жақын? Міне солармен уақыт өткізіңіз дейді. Жаныңыздың қалауы не дейді? Рухыңыздың қалауы не? Соны орындаңыз дейді. Жұмыс қашпайды дейді. Немесе басқа да бір кезеңдерден бұл уақыттың ерекшелігі сода. Себебі қазір біз алдымызға 18,5 жылға алдымызға бір іргетас құраймыз. Қазіргі аспекті соны көрсетеді. Қазір біз немен алып ойланамыз, нені өмірімізге алып келеміз, қандай қимыл жасаймыз. Сол алда біздің 18,5 жылға нәтиже беретінін көрсетеді. Сол жерде өсу болатынын көрсетеді. Себебі жаңа айдың туылуы болып тұр. Осы 17 февральде. Оның үстіне күн тұтылуы. Сағат 5 пен 7 шамасында. 17 февраль күні, мына сейсенбі күні. Сондықтан бұл алдын ала да кейін де әсер етеді, бір күнде емес. Әрі жаңа айттым, Венераның болашақтың ғаламшарымен бірігуі болып тұр. Біздің алдымызда менің жаныма жақын адамдар, маған қуаныш әкелетін, шынымен менің қалауым не? Міне соны орындауымыз керек. Себебі болашақтың ғаламшарымен осы кезеңде бірігеді, сол 18,5 жылға өсім беретінін көрсетеді. Сондықтан бір адамдар балаларымызбен көбірек бір демалғымыз келуі мүмкін, ойнағымыз келуі мүмкін, немесе бір серуендегіміз келуі, немесе бір сүйгенімізбен уақыт өткізгіміз келуі. Ал енді кейбір адамдар денсаулығымызға көңіл бөлгіміз келуі. Себебі әр қайсымыздың әр түрлі саламызда болады бұл. Барлық адамға бірдей емес, бірақ тақырып бір. Ол жанымыздың қалауын, соны орындауымыз керек дейді. Себебі болашақтың ғаламшары соны көрсетіп тұр.
Сондықтан осы 16-сы, 17-сі, 18-і осы аралықтарда жаныңыздың қалауын орындаңыздар. Ұйқыңыз келе ме? Ұйықтаңыздар. Серуендегіңіз келе ме? Серуендеңіздер. Балаларыңызбен уақыт өткізіңіздер. Сүйгеніңізбен уақыт өткізіңіздер. Немесе сүйікті жаңағы итіңіз, күшігіңіз болар, жануарыңыз болар. Сонымен қыдырыңыз. Әйтеуір немесе бір творчество, шығармашылықпен айналысыңыз. Жаныңыздың қалауын беріңіз дейді. Әйтеуір осы кезеңде немесе сізді жақсы түсінетін достарыңызбен уақыт өткізіңіз. Немесе сүйікті бір ісіңізбен айналысыңыз. Себебі бұл осы жерде күнмен мына жаңа айдың тууы болып тұр ғой, күн тұтылуы болып тұр. Бұның қазіргі бір іргетас құрайтын күші мықты. 18,5 жылға өсім беретін сондай. Мысалы, әр айда жаңа ай туылуы болады. Ал бұл жолы жаңа айдың туылуы және күн тұтылуы бір күнге түсіп тұр. Күн мен айдың бірігу нүктесі және күн тұтылуы. Жай ғана әр айда болатын жаңа айдың туылуларынан айырмашылығы 10-20 есе күштілігінде. Әрі ауа белгісінде, суығыш белгісінде, бір революционер белгіде, өмірге жаңашылықты енгізу белгісінде сол жерде күн тұтылуы болып тұр. Және бұл тек суғышқа қатысты ақпарат емес, барлық адамға, бүкіл дүние жүзінде де, және әрбір адамның өмірінде де бір жаңашылықты енгіз деп тұр бізге. Әрі уранның аспектісі тұр. Жаңа нәрсені әкелу үшін бір нәрседен құтыл, айырыл, аяқта, жап, немесе бір ішіңдегіні шығар, айт. Енді бірақ сол жер аяқталады. Соған құдіреті жетеді дейді. Бірақ өзіңнің енді жаныңа қалайтын нәрсе. Сол жер өсім беретін. Соны істе дейді. Осы 16, 17, 18 аралығында. Және уранның аспектісі бар дедім. Сондықтан бір травмалар алу, бірден жаңа денсаулықтың сыр беруі, немесе бір электр желілерінде абай болыңыздар, немесе бір табиғаттың өзгерісі болуы мүмкін бүкіл әлемде, немесе бүкіл әлемде саясатта бір жаңалық, үлкен жаңалықтарды естуіміз мүмкін. Әр адамның өмірінде де, немесе кейбір адамның үйінде бір техникалар істен шығуы мүмкін, табан астынан бір жаңалықтар келуі мүмкін, немесе конфликті, келіспей қалушылықтар болуы мүмкін, некеден шығулар болуы мүмкін. Әрбір адамның әртүрлі саласында, ол әрине жеке прогноз. Бірақ уран аспектісі бар. Жаңашылықты енгізу. Жаңағы қиыншылық арқылы, немесе жақсы нәрсе арқылы. Және бұл алда біздің неме айналысатынымызды көрсетеді. Осындай керемет жаңа айдың туылуы және күн тұтылуы осы аптаға кіргелі тұр. Және болашақта керемет үйімді салғым келеді. Соның ішінде бала-шағаммен уақыт өткізгім келеді. Немесе мен керемет бір достықты қалаймын. Немесе керемет бір махаббат кездестіргім келеді. Немесе керемет көйлегімді сатып алғым келеді. Немесе мықты бір істің бір маманы болғым келеді. Әйтеуір жаныңыздың ең бір қалауы сіз үшін. Ешкімге айтпайтын, бір түп санаңызда ұстайтын. Міне, осыны орындаңыздар. Ләж болса, соған бір қадам жасаңыздар. Сол өсім беретінін көрсетеді. Себебі қазір көп вариантты бір бұтақтан келесі бұтаққа тез өзгерісті енгізуге болады. 17 февраль мен 3 март аралығында. 18-інде айдың Юпитер мен үшбұрыш жағымды аспектісі тұр. Бұл не? Бір дастархан басында кездесу. Бір жақын адамдарымызбен уақыт өткізу. Немесе жақынымыз жоқ па, жаңа бір жалғыз адам болсақ та, тіпті досымыз жоқ болса да, өз кеудемізбен өзімізді еркелетіп мәпелеу. Осыған көбірек көңіл бөлуіміз керек екенін ұсынып тұр. 18 менен 19-ында оның үстіне айда балық белгісінде тұрады. Бір жанымыз оқшаулықты қалайды, бір творчествоны қалайды, жақындарымызбен уақыт өткізгіміз келеді. Әйтеуір бір қатты көпшілікті қаламаймыз. Себебі 16 мен 17 дүйсенбі мен сейсенбіде біздің айымыз суығышта тұрады. Адамдармен общение, контакты, достармен кездесу, ары-бері жақын жақтарға қыдыру, бірден бір елдерге шығып кету, немесе бір көшу, қону, осындай аспект. Ал енді 18 мен 19-ында айымыз балықта тұрғанда бір оқшаулықты қалаймыз, творчествоны қалаймыз, жақындарымызбен уақыт өткізгенді, бір ұйқыны қалаймыз, түстер көреміз, осындай кезең болатынын көрсетеді. 19-іне кешкі сағат 8-ден соң ай бағытсыз болады, бағыты жоқ. Сондықтан бұл кезеңдегі бір істер
нәтиже бермеуі мүмкін, немесе жоспарымыз өзгеруі мүмкін. Оның үстіне айдың Нептунмен әдемі аспектісі бар. Осы күні түнде бір түстер көрулеріңізге болады, немесе бір белгілер, немесе бір жақсы ұйықтап шығуға болады. Енді 20-сы жұма күні. Бұл күні біздің айымыз тоқты белгісіне өтеді. 20-сы, 21-і осы екі күнде ай тоқтыда тұрады. Енді бір от белгісінде болады айымыз. Ай қайда тұрады, бүкіл адамдар сол халде боламыз. Енді бір оқшаулықты да қаламаймыз. Енді біздің жанымыз бір істерді жасайды. Соны қалайды. Айымыз тоқтыда тұрады. Шапшаң бір қимылдар, осы менен күте берем деп бір звонок жасайтын боламыз, алыс жақын жерге қыдырып шығатын боламыз, бір істерді жасағымыз келеді. Әйтеуір осы бізді тыныш отырғызбайтын болады. 20-сы мен 21-і жұма мен сенбі күні. Және айдың Юпитермен қарама-қайшылық аспектісі де бар екен осы күні. 20-сында да бар, 21-інде де бар. Бұл не? Бір тоя тамақ жеп, бір денсаулығымыздың кішкене сыр беруі мүмкін, немесе көбірек бір ақша жаратып, оған көңіліміз түсуі мүмкін, немесе бір туыс бауырларымызбен кішкене келіспей қалушылық болуы мүмкін, немесе бір түседі деген қаражат ақшамыз түспей қалуы мүмкін кейбір адамдарда. Неге мен әртүрлі вариантты айтамын? Себебі барлық адамның астрологиялық картасы бірдей емес. Әрқайсымыздың әртүрлі саламызда болады. Ал енді кейбір адамдар бір ұйқымыз келеді, жалқаулыққа салғымыз келеді, еш нәрсе істегіміз келмейді. Ал бірақ күніміз балық белгісіне өтіп қойды 19-нан бастап. Енді көбірекке бір үлкен бір өмірімізге жаңалықты енгізудің алдын үлкен бір сараптау, немесе үлкен бір әлемдік бір шаршауды бір сезінетін дейміз біз. Әрбір адам, бүкіл елдерде де кейінгі уақыттарда не болып жатқан өздеріңіз білесіздер, кейінгі жылдарда бір үлкен шаршау, үлкен сараптау өткенімізді. Соның кезеңіне осы 2 ай бойы, сәуір айына дейін. Бұлайынша қыдырғымыз келеді, өмірімізге жаңашылықты енгізгіміз келеді, бірақ өткенімізді бір сараптауымыз керек. Осыны бізге ұсынып тұр, фонды түрде. Және тағы да Сатурн мен Нептун ғаламшарының бірігуі осы 20-шы ақпан жұма күніне сәйкес келеді. Себебі үлкен бір нүктенің басталуы, қайтпайтын нүктенің деп мен видеолар салған болатынмын. Нептун мен Сатурн ғаламшары үлкен армандар ғаламшары, үлкен бір жаңағы сүйек, қаңқа, бүкіл әлемдік бір құрылымды қайтадан құрайтын. Осының өзгерген уақытысы басталады, осы 20-сынан басталып бірігуі болады екен. Тоқты белгісінде. Тоқты белгісі ең бірінші белгі. Себебі мен бұл жерде тек жалпы бүкіл адамдарға қатысты ғана ақпаратты айтам. Сондықтан, егер мен бір белгілерді айтып жатсам, оған көңіл бөлмеңіздер, сіздерге түсінікті болсын деп айтам. Бірақ негізгі түсіндірмені тыңдаңыздар. Мына Сатурн мен Нептун қазір тоқты белгісінде ең бірінші, 12 белгінің ішіндегі бірінші белгі тоқты белгісінде бірігу болады осы 20-шы ақпан жұма күні. Бұл не дейді? Жаңа бір өмірімізге жаңашылықты енгіз деген күнмен ай тұтылуы. Ол басталып жатыр, 17-сіне, осы ақпанның. 3 мартқа дейін созылады. Ал бірақ күн ғаламшар балықта қазір, осы 20-сын 21-інде. Ол бізден үлкен бір мидың сараптауы, демалысты, бір үлкен бір шаршау, әлемдік сода тұр. Ал бірақ Сатурн мен Нептун ғаламшары біз дайынбыз дейді. Өміріңді жаңадан бір құруға біз көмек береміз дейді. Соның сүйек қаңқасын құраймыз дейді. Әрбір адамның өмірінде және тоқты белгісіне өтті, енді біздің өмірімізде бір қорықпауды талап етеді бізден. Алға қарай қимыл жасауға осы бізге күш беретін болады. Бұл бір күнде әсер етпейді, осы күннен бастап біз сезіне бастаймыз. Бірақ негізгі менің ойымша, мына картаны көргенде, әсіресе сәуір айынан бастап негізгі күшке ене бастайды. Сәуір алдымызда осы 2026-ның. Сәуірден бастап, сәуір болмай, тәуір болмас дейді ғой. Сәуір себеп сол кезеңде тоқты белгісіне күн өтіп, тоқтылар туылған күн өте бастайтын уақыт. Оның үстіне күн мен түннің теңелген, ең бір табиғаттың бір бастама кезеңі. Сол уақыттан басталады осы. Сәуір және жаз айы нақты осы
Сатурн ғаламшарының тоқтыға өткеніне осыны біз сезіне бастаймыз. Әрбір адам. Қазір тек біздің түпкі санамызда бір өзгеріс керек екенін байқаудамыз, ал бірақ негізгі бір соны іске асыратын уақытымыз сәуірден басталады. Сәуір және алдымыздағы жаз айы. Көшетін, қонатын, үй жер сатып алатын адамдар, оқу тесттен өтетін адамдар, бір елден екінші елге көшіп кететін адамдар, немесе үйленетін, тұрмысқа шығатын адамдар, негізгі бір іскерлік уақыт сол уақытта осы Сатурнның күшін сезіне бастаймыз. Себебі Сатурн қазір тоқты белгісіне өтті. 22-сі жексенбі. Негізі 21-де, 22-сі де жаңағы бір орын ауыстыруға, дастархан басында кездесуге, бір қаладан екінші қалаға жаңағы қыдыруға осыған мықты күн. Және 22-сі жексенбі, алдымызда 3 мартта бізде айдың тұтылуы болады. Сол уақытта қандай туралы келетін осы күні байқасаңыздар болады. Себебі осы жерде бұрынғының ғаламшары аспекті құрады. Бұрынғы бір адамдармен кездесесіздер, бұрынғы бір әулет адамдар, мүмкін жасы үлкен адамдармен кездесесіздер, немесе бұрынғы бір достарыңыз, сыныптас группаластарыңыз, немесе кейбір адамдардың картасында бұл бұрынғы бір өзіңіздің осы уақытқа дейін қазір айналысып келген бір тіліңізбен ақша қаражат табасыз, немесе бұрынғы бір жұмыс орындарыңыз, мамандықтарыңыз, әйтеуір бұрынғының ғаламшарының аспектісі бар осы уақытта. Сондықтан осы жерде бір пайда көру болады, бір бұрынғы адамдармен кездесесіз, бір сондай аспект бар. Оның үстіне Венераның Юпитермен жағымды аспектісі осы жексенбі күні. 22-сінде де бар, 23-інде де бар. Бұл не? Бұл бір жақын адамдарымызбен уақыт өткізу, дастархан басында кездесу, семья, отбасы, балаларым деген, және сонымен қатар бір сатып алу, ақшалар түсу. Венера мен Юпитер бір сәттілік аспектісі негізі. Және өте жағымды аспектіні құрып тұр. Мүмкін үлкен талқылау болады, ол бізге ұнайды, бір сатып алу болады, немесе махаббат кездесуі болады. Бұл да әрқайсымыздың әртүрлі картамызда қай жерге орналасқанына байланысты.